Салем канал тыңдаушылары. Дертке шипа қазақша каналына қош келдіңіздер. Арнаға тіркеліп лайк басып пікір жаза кетіңіздер. Арнаның дамуына үлес қойыңыздар. Себебі денсаулыққа пайдалы ақпараттар мен кеңестер беріледі. Көкөністердің ішіндегі асқабақтың пісуін көпшілігіміз асыға күтеміз. Біріміз асқабақтың өзін ұнатсақ, енді біріміз одан жасалған тағамдар мен дәмді бәліштерді сүйеміз. Келесіміз оның ерекше дәмі бар дәнектерін қалаймыз. Дәнектер демекші, сіз олардың пайдасы шаш етектен екенін білесіз бе? Білмеген болсаңыз, бүгінгі жазба сіз үшін. Жүрек пен қан тамырына пайдасы. Асқабақ дәнектерінің құрамында жүрек жұмысын қалыпқа келтіре алатын магнийдің жеткілікті мөлшері бар. Магний жүрек бұлшық еттерінің жұмысын жақсартып, ырғақтың бұзылуына тосқауыл қояды. Ғылымда дәлелденгендей, холестериннің жоғары деңгейі жүрек, қан тамырлары ауруларын тудырады. Ал дәнектердің құрамындағы фитостеролдар қандағы холестерин деңгейін төмендетеді. Қан қысымын тұрақтандыратындықтан гипертониктарға жиі шағып тұруға кеңес беріледі. Ми жұмысын жақсартады. Асқабақ дәнектерінің құрамындағы триптофан амин қышқылдары ағзамыздағы серотиннің өнуіне жол ашады. Бұл ұйқының толықтай жақсаруына септігін тигізе алады. Дәнек бойындағы цинк бас мидың жұмысын қалыпқа келтіріп, есте сақтау қабілетін жақсартып, ағзадағы шаршауды басады. Ішек үшін пайдалы. Дәнектердегі жасұнық ішек жұмысын белсенді етіп босаталады. Іш қату қиындықтарына тап болатын оқырмандарымызға күнделікті тағамға асқабақ дәнектерін қосуға кеңес берген болар едік. Ішек құртымен күресе алады. Асқабақ дәндері халық медицинасында ішек құртқа қарсы қолданылатын ең әсерлі құрал. Паразиттермен алысып жүретін адамдар дәнектерден кейін көп уақыт өтпей жатып, бар қиындықтан арылып жатады. Вестибулярлық аппарат үшін. Теңіз ауруына шалдыққан науқастарға асқабақ дәндері ауадай қажет. Олар қатты ауытқу кезінде пайда болатын жүрек айнуын басады. Жүкті әйелдерге. Жүктіліктің ең алғашқы айларында маза бермейтін жүрек айнулармен жақсы күресе алады. Көптеген болашақ аналар асқабақ дәнектерінің арқасында жеріктіктің ең қиын кезеңдерін жеңе алады. Ерлерге пайдасы. Асқабақ дәнектерінде жеткілікті мөлшерде омега-3 майлы қышқылдар мен цинк бар. Олар еркектердің ағзасындағы темір деңгейінің төмен түсіп кетуінің алдын алады. Ескерту. Асқазан ішек жолдары қатты бұзылған, ішек жолдары зақымданған, асқазан шырынының қышқылдығы жоғары адамдарға асқабақ дәнектерімен әуестенбеуге кеңес беріледі. Әдетте асқабақтан тағам дайындау кезінде қоқысқа тастайтын асқабақ дәндері шын мәнінде қоректік заттардың қоры екенін білесіз бе? Оның құрамында ақуыз, май қышқылдары, дәрумен мен минералдар көп. Оған қоса асқабақ дәні ішек жолындағы құрттарға қарсы қасиеті бар екенін және оны сол құрттарға қарсы құрал ретінде пайдалануға болатынын білетін адам аз. Асқабақ дәні бұл адам денсаулығына көптеген пайдалы әсері бар керемет тағам. Біріншіден, ол дәрумен мен минералға бай. Асқабақ дәнінің құрамында күшті антиоксидант және жасушаны бос радикалдың зақымдануынан қорғауға көмектесетін Е дәрумені, жүйке жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті дәрумені және қанның ұю процесінде маңызды рөл атқаратын К дәрумені бар. Екіншіден, асқабақ дәні мырыш, темір және магний сияқты пайдалы микроэлементтерге бай. Мырыш өсу мен даму процесіне қатысып, иммундық жүйені қолдайды және терінің денсаулығын жақсартады. Темір оттегін бүкіл денеге тасымалдайды және анемияның алдын алу үшін қажет. Магний бұлшықет пен жүйке жүйесінің жұмысында шешуші рөл атқарып, стресс деңгейін төмендетуге және ұйқыны жақсартуға көмектеседі. Сонымен қатар асқабақ дәнінде серотониннің ізашары, бақыт гормоны, триптофан амин қышқылы бар. Сондықтан оны тұтыну көңіл күйді жақсартып, мазасыздық пен депрессия деңгейін төмендетуге көмектеседі. Ішек жолындағы құрттар бұл біздің денемізде өмір сүруге бейімді, әртүрлі ауруды тудыруы мүмкін паразиттік организмдер. Олар тамақпен бірге келетін қоректік заттармен қоректеніп, органдар мен жүйелердің дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін. Алайда асқабақ дәнінің көмегімен құрттардан арылуға және олардың қайта пайда болуына жол бермеуге болады. Асқабақ дәні әсер ету механизміне байланысты құрттарға қарсы тиімді құрал саналады.
Оның құрамында паразиттерге қарсы қасиеті бар кукурбитин заты бар. Кукурбитин паразиттерге улы әсер ететін табиғи антигельминтикалық зат. Ол паразиттердің метаболизмін тежейді, жасушаларының жұмысын бұзып, оларды өлтіреді. Карнитин ішек бұлшықетінің жиырылуын ынталандырады. Бұл денеден құрттарды кетіруге көмектеседі. Асқабақ дәнін шикі түрде тұтынған жөн, өйткені қуырса, ол ыстық температурада пайдалы қасиеттерінің бір бөлігін жоғалтады. Дәнді пайдалы ету үшін оны алдымен қолымыздың салмағымен басып, қабығынан тазарту керек. Оны тұтынудың максималды пайдасын алу үшін 2-3 апта бойы күніне шамамен 100 грамм дән жеу қажет. Дегенмен емді бастамас бұрын дәрігермен кеңесу керек, әсіресе созылмалы ауруларыңыз болып, басқа дәрі-дәрмектерді қабылдап жүрсеңіз. Құрттармен күресу үшін асқабақ тұқымының рұқсат етілген мөлшері күніне шамамен 100 грамм. Денедегі белсенді заттардың біркелкі таралуын қамтамасыз ету үшін бұл мөлшерді бірнеше бөлікке бөліп тұтыну ұсынылады. Маңызды. Асқабақ дәнін жеген кезде дұрыс тамақтанып тазалықты сақтау міндетті. Дән құрттармен жақсы күресу үшін ем кезінде қантты және майлы тағамдарды тұтынудан аулақ болыңыз, сондай-ақ қолмен күнделікті қажетті заттарды таза ұстау керек. Асқабақ дәнін құрттарға қарсы профилактикалық құрал ретінде де қолдануға болады. Минералды тұздар мен дәрумендерге бай асқабақ дәндерінің құрамында ақуыздар, омега-3, қанықтырылмаған май қышқылдары, селен, магний, мырыш, С тобының дәрумендері де жеткілікті. Несеп жыныс жүйесінің көптеген ауруларын емдеуге көмегі зор. Несеп аудаушы қабынуға қарсы өт айдап паразиттерді құртатын асқабақтың өзі. Құрамында жасанды талшықтың, судың көп мөлшерінің арқасында асқабақты арықтауға болатын емі де бар. Асқорту үдерістерін тездетеді, оттардан тазарады. Денсаулыққа пайдалы табиғи өсімдік майларының бірі асқабақ майы. 90%-ға жуық қанықпаған майларды 60%-ға дейін линолды қышқылдан және 15% шамасында линолен қышқылынан тұрады. Омега-3, омега-6 май қышқылдарына бай. Асқабақ майы қуырылған асқабақтың дәнінен сығып алынады. Қошқыл жасыл немесе қою қоңыр түсі бар, өткір хош иісті, тәтті дәмі бар. Биологиялық белсенді зат ретінде қолданылады. Құрамында май қышқылдары, пальмитин, стеарин, олеин, линолдары, фосфор. Асқабақтың пайдасы. Асқабақ шырынын балға қосып жатар алдында ішсе, жүйке жүйесін тыныштандырып, ұйқы дәрісі секілді әсер етіп, тыныш ұйықтайсыз. Жүкті әйелдердің жүрегінің айнығанын асқабақ шырыны басады. Ағза жүдегенде әлсіздік кезде асқабақты сүтпен дайындап қаймақ, май, жаңғақ, бадаммен қосып жейді. Асқазан ішек жолдары, асқазанның шырышты қабатында дерт болса, асқабақтан езбе дайындап ішіңіз. Бүйрек ауырғанда тәулігіне жарты стақан шырыны немесе қайнатылғанын жейді. Терідегі қышыма, есек жем шыққанда, не болмаса күйік шалғанда үкіштен өткен мәйегінен компресс жасайды. Сары ауру дертінде 4 ай қатарынан үзбей мәйегін жеу керек. Бауырға өте жақсы, әрі қызметі жақсарады, әрі пайдалы. Шектегі құрт дертінде асқабақты алып, дәні мен мәйегін ойып алып, жылы су құяды. Жарты сағат беті жабық ыдыстың ішінде болу керек. Дайын кезде тұнбадан күніне 4 рет астан 20 минут бұрын жарты стақан ішеді. 20 күн. 1 айдан кейін қайтадан жалғасы. Шектегі паразиттен ең тиімді тәсілі қабығы ашылған дәнін ашқарынға жейдің. 7 шақты дәнді езіп сүтпен ішеді. Простатит кезінде 0,5 кг тазаланған асқабақ дәнін, шикісін ет тартқыштан өткізіп 1 стақан балмен араластырып жеу керек. 10 шақтысын банкаға салып қалғанын тоңазытқышқа сақтайды. Күніне 1 рет ашқарынға 30 минут бұрын жейді. Емді жылына 1 рет ғана жасайды. Көп жеу жүректі нашарлатып жібереді. Ұйқысыздық болғанда қайнатылған, буға піскен асқабақ мәйегінен ботқа дайындап күніне 2 рет елу ішеді. Жатар алдында қайнатпасына бал қосып 3 стақаннан кәдеге жаратады. Екінші жағдайда 20 бадам жаңғағына 1 шай қасық асқабақ дәнегін қосып, үстіне қайнаған су құйып 8 сағат тұндырады. Кешке таман ішу керек. Міне асқабақ дәнінің пайдасы жайлы кеңестер берілді. Арнаға тіркеліп кетіңіздер. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі ақпаратты күтіңіз.